Ал апа, мына жерде бәрін сөйлесек қазір біздің мынау Жәнібек ағамыз 75-ке толып қалады. Aman olsun, sağ olun, satayla gidelim. Olmadan, doğru olsun, tamam olsun, sırtağın. Ona satadasın, aman olsun, güvenlerini, kızının varlığı, yoksullar, bölümlerinden. Topla yazıp, soğan iş, orada kendisini adam etsin. Құдаға берегенде. Рахмат. Жәнібек ағайыма мынау енді тойларың қайырлы құтты болсын. Бірақ менен үлкен болсам да өзі бір жас кейін үйленсін. Маған былтыр болған үйлену. Бас аман болсын, ор бұтым болсын. Соңынан еріп келе шыққан балапандары, достардың қыз қуанышын көреді. Мынау той боласа берсін. Жақсылық болсын, үлкендеріміз аман болсын, ортамызда жүре берсін. Тек қана ойын тойда кездесетін болайық. Ана жерде екі құлағы бар екен. Олар тек айтмаса дүбіле шығарады деп естіп жатыр. Екеуі бір мақсатпен, екеуі ажырамайды, бір-біріне қол ұстасып жүреді dedi. Осы екі құлағыға беріп жіберейінші, сосын көре жатармыз, ә? Құрметті құдағилар, мен Тараздан келдім, әулиеатадан. Жәнібек пен Ақлима почти құрдасымын, әрі құдам, әрі жиі жақын. Жаңағы қыз түйе бала деп жатыр ғой, жалғыз ұлдың қайнемесімін мен, жомарт. Сол тойларыңыз құтты болсын және Ақлима. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыз, соңғы уақытта жәкем жаман сыр беріп. Правда, енді ауырмаңыз күтіп болайық. Енді сау болсын, сол қыздарыңыздың рахатын көріп жүре беріңіз. Алланың берген жасын жасаңыз. Сол қызылшылықта әйтеуір бас қосып жүре берейік. Енді шамалы сәнешені айтып кеттім мен түрген жаңағы кешіріңіздер. Ұлдың да көп өті, қыздың да көп өті ғой, жаңағы қыздардың, күйеу балалардың аты көп аталды да менің күйеу балаларына біздің аты чөйді шамалы кейіндеп қалды. Соған қарағанда мен ойлаймын, енді қызым мен күйеу баламның онша қадір жоқ па деген бір шамалы ойға толқынған. Ол өссе елді көрді, қыз өссе жерді көрді дейді ғой, қызым да бір күйеу бала да сырттан келеді, келін де сырттан келеді. Сонда да шамалы бір аса да қалды енді менде чуть-чуть. Енді ол жағын білмеймін енді. Мейлі, аман болыңыздар, сол біртер ұлыңыздың өзінде де біртер ұл бар, сосын мен ұлымды қыздардан көріп көбірек марапаттаймын, мен білмеймін енді. Сол ұлдың рахатын көріңіз. Құдай қаласа қыз немерелеріңіздің артынан ұлдар ере берсін. Мынау жағын астырам, мына жағы Шымкент, Түркістаннан адамдарды жинап, той істеп жатсыз. Тойыңыз құтты болсын, бұл да осы абыройымыздың барлығы. Сондықтан келіп жатыр абыройымызды асқақтап. Осы абыройымыз ағайын жерлеріміздің классастар деп жатыр, солардың арасында құда жекжаттарымыздың, ауылдастарымыздың, көршілеріміздің, ұл қыздарымыздың алдында абыройдарымыз арта берсін. Ендеріңіз Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Сол мен айтайын деген. Азғана тоқша. Мына екі қызымен күйеу баламен келіп отырмын. Біреу алматыдан, бірі Шымкенттен келіп отыр. Ал тез бәріміз шешіп
конверт бар, іште жұқа болған үлкен бұқамыз бар дейді. Міне, әдемі қазақ салт дәстүрмен сыйға сый, сыраға бақ, тәңірім бақыт берсін сұрағанға. Тойларыңыз тойға ұласын дегенде, демекпін шын көңілде құдаларға деп, құдасын бай бәйбішеден киіндіріп тастады құдағыны. Рахмет, Алла разы болсын. Қандай керемет. Жасырып қалдыңыздар кәдімгідей мынаны жапқаннан кейін бар ғой. Сосын құдағайлар құралаққа келгенде, міне конвертінде келіп отыр. Сосын жаңағы киелі жерден келіп отырсыздар ғой, Тараз шаһарының да тарихи терең ғой апа. Бір өлеңін айдап отырдыңыздар. Ал кәнеге тақым тілектер қосады. Үлкендер. Ал апам айтсын. Қыдам, сіздер етілетін мынау тойларыңызға құтты болсын дейін. Ең бірінші қыдам болсын. Бәрге сіздерге тілейтін денсаулық, ең бірінші байлық денсаулық. Ортада қартайып жүре беріңдер, үзілдерің бәрі аман. Ал сыйлығын беріп қойсын, міне орамал том болмай жол болады деп бұлда апамызға құралаған келгенде, міне қазір бере қойып жауап болсын. Қыздар деп көмектесіздер, қыздар енді шешіп алыңыздар. Қара керемет апа, жақыныштарыңыз Көкшетауда жоқ қой мына, соның қарағанда бір басқа жақтан алған сол деймін мына. Мына қырғыздарда жоқ мынандай өткенде бір қарағанбыз. Міне, Тараздан ба бір жиналып келді ғой негізі. Орамал. Міне, том болмайды, орамал жолы болады. Ал кел аға, сізді бір ауыз айтып жібере беріңіз. Сізді осы әулетке бір табақ жақындығыңыз бар ғой енді. Ал ташталамыз. Жәнібектің мен жеңгесі боламын. Жәнібек қайным, ақылыма енді келін ба, сыным ба, бәлен мінекей. Бірге Карасевкада көршіміз болып бәлен тұрдық. Одан міне қалай келін қалдық. Жәнібек ақылыма, мынау алтын тойлары қайырлы құтты болсын. Екеуіңе денсаулық тілеймін. Міне балаларымды, қыздарымды, ұлдарымды өсіріп, бәрін оқытып, немере сүйіп отырсыңдар, енді шөбере сүйіп жатсың. Сол тату-тәтті осылай балапандарым өмір сүріп жүре беріңдер. Жақсы болсын, елімізде тыныштық болсын. Аумин. Ал, бере қоясыз. Енді мен ортада тұрған жаңағы жас болса да, Түркістан киелі шаһарынан келіп отырған Гүлістан шақырғым келіп отыр. Түркістаннан келген Гүлістан, әпкесі Гүлістан, сіңілісі Гүлістан, Түркістан бір-біріне ұқсас екен өзі. Сізде де бір ауыз сөз болсын, е? Ал. Саламатсыздар ма? Үлкен кіші тойшыл қауым. Сіздерге бүгінгі күні дастархандас болуды алған нәсіп етті. Toylarınız kutlu olsun. Adam ұрпақ мен көріпті дейді. Ұрпақтарыңызбен қазір ортаға шыққандарыңыз қандай жарасымды болып тұр. Ұрпақтарыңызбен жүз жасаңыздар. Әрбір әке шеше өзінің ұрпағымен тамыры тереңде алып бәйтерекке алады ғой. Сол алып бәйтеректі көрдік қазір. Қос бәйтеректі, қос шымарды көрдік шайқалған. Мына жемістеріңіз ұрпақтарыңыз аман болсын. Мына сіздердің өмірдің жолдарыңыз өздеріңізден кейінгі жастарға үлгі болсын. Тойларыңыз құтты болып, өсіп, өніп, сіздердің елдеріңізге, көкше өміріне тек жақсылыққа келуді, тек қызықты бөлісуді Алла тағала нәсіп етсін. Жақсы күндеріңіз барлығыңызға да жұғысты болсын. Ой, қандай тамаша. Мынау киелі жерден қаншама қазақтың қасиетті жерін басып келіп отырған Гүлістанның ақ тілегі қабыл болсын деген ниетпен бүгінгі Мұқашевтар әулетіне сізге бір үлкен сый болсын, аздай болса да көптей көріңіз деп
астау ұстамызға қайтарып тату етеміз қабағымызда. Түркістаннан алып келген ақ батасын ақ тілек қылып аттарған Гүлстанның тілегі қабыл болсын. Енді мына жерде бұл да апамыз бір әулеттің қара шаңырағының ұйытқысы болып отыр. Қара шаңырақты ұстап әрбір келіннің қолынан келе бермейтін, біреулер үй болып үйленгеннен кейін күйеуінің қолынан жетектеп қашып кететін болады. Ал мына апамыз қашып кетпей, өз әулетінің қашып кеткен соң деп соңғырағында жүргізуші өз әулетінің түтінін түтетіп, қара шаңырақ иесі атанған анамыздан да бір сөз болсын шағайында. Міне. Қандай тамаша, қазбаларыңыздың ақкеттер қабыл болсын. Ата, апа, сіздер қазір кетіп қалмаңыздар, ортасында тұрып, бір фотоға түсіп болайық, келіңіздер. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді, ортаға алайық бүгінгі кешіре сарайын ба? Кешіреміз ба? Кешіреміз үлкен кісі ғой жарайды. Ал, апа, давай енді, үмітті үзбеңіз, давай, бастан, сіз бастан. Yok, sen şimdi bak. Basmak sıçın. Bir, два, üç, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Sizler boşta yiyorum, şay şimdi restoran. Dağım asıp koyuslarına tez-tez bunu yak şapa, tez-tez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, get yap, hoppa. Апа қайда кетіңіз? Көкшетау мықты ма? Киелі Тараз мықты ма? Көрейік кәнеке, екеуінің қайсынан береді екен? Қандай бірлестіктен кетті? Ойбай, қандай бірлестік мынау деген. Тентектердің жерден кетті ғой. Мынаған бермесе бас таяқ жеп қалады. Мына кісіге бермесе бірінші қалады. Давайте енді екеуінің көңіліне қарап біз сіңілдеп бастайық. Қайсысы бұйырып тұр екен? Бастайық. Ал бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец, бір шамала құрамыз. Енді бір жұмбақ кім табақ сол алады. Жұмбақ бұлай, ешкім айтпайды ағайын. Кім айтса, кетіп бара жатқанда пакетіні, сарқытын пакетші жоқласын. Ал, бірінші сұрақ сіздерге. Осы бүгінгі тойға себепші Жәнібек ағамыз ешкім айтпасын. Ешкім. Әсмерге қай жылы барды? 70 жыл. Қашан келді? Ол кезде 2 жыл еді ғой 72-ге келгенше. Келесі сұрақ. Бірінші автокөлігінің қандай автокөлігінің? Айтпаймыз? Білмедім. Ең бірінші астына қандай нелікті? Көп қойында көліктің түрі көп қой. Айтпаймыз? Айтпадым. Айтпаймын, мен де қазір бұл сұрақты басқаға қалдырам. Келесі. Жақсы. Ең
Интернатты атам нешінші жылы бітірді? Ол кезде біз құдай емеспіз ғой, жайма бері. Бірден құдай емеспіз, құдай екенсіз. Енді шамалап айтасыз, нешінші жылы бітірді? Шамам не? Әсірге бармайдыр бітірген болған. Неше жылы? 70 жыл бақсыз. Нақты? 69. Жақсы, құрметті қонақтар. Келесі сұрақ нақты айта отыр. Бірінші атамның немересінің аты ешкім айтпасын. Бірінші немересі кім? Жама? Нұрсұлтан. Молодец! Қол соққышын айтып қояйық. Апам оқып кетті. Ені Түркістаннан келген апайымыз. Сізге екінші орын апа, сіздерге де кішкентай емес, сізге де бір әжептәуір көзге көрінетін сыйлық береміз. Ол апа құрман шашыңызды байқап көрейік. Мынау шаш кептіретін фен. Міне, басыңызға суық тимесін, бас жуғанда осымен кептіріп отырасыз. Апамызға бір сыйлық қол соққышын ете отырды. Рахмет, көрмедіңіздер. Аналарымыз аман болсын. Allah Teala koyacağım değil mi? Allah seni ömür şartını yapmasın, senin seninle dua yapmasın. Amin Allah'ım. Айсынуға передаш, сосын бізге маған жіберсін болып. Иә? Sürekli sana.
бар ішіп отырып қарындас ұлдарымыз, жігіттеріміз, міне сіздерге айтыңыздар, қысылмаңыздар. Өз үйлеріңізде отырып болсын. Ал енді мына бүгінгі тойымыздың, бүгінгі қуанышымыздың, бүгінгі кешіміздің сәнін келтіретін Көкшетау қаласындағы қаракөз қыздарымыз 16 қыз би ансамблін ортаға қол соғып